адамдар айтуы мүмкін, айтады енді өсек анау мынау деп, мен енді қауесет деп әдеби тілмен айтайын, иә. Тұрсынбектің басынан сковородкамен бір қойыпты деген әңгіме сондай да тарапты. Бұл рас па жоқ, әлде бұл да елдің ойынан шығарған дүние ма? Тіпті сол ауруханаға түскен бұл бір адамның фантазиясы ма, бұл әлде жоқ, әлде шынымен ақ болды ма? Сіз өзіңіз қалай ойлайсыз? Мен білмеймін. Мүмкін арасында әйел адам қатты жынданып кеткен кезде, қатты жүрегіне тигенде, намысын таптағанда, мен енді білмеймін, соны өзіңіздің аузыңыздан естігім келді. Тұрсынбек ол вақытта гастрольге кеткен болатын. Уақыттың барлығын қарап айтуыма болатын еді. Қазір телефон бәрі жауып қойдық. Омскқа ма бір Ресейге кету керек болды. Ресей жаққа. Алматыдан сол Россияға бару керек болып отырған екен. Ол кезде Тұрсынбек үйде жоқ кез. Айтып отырмын ғой, соңғы 6-7 ай кәдімгі толықтай кетті. 6-7 ай емес, оның ажырасардың алдында. Сөйтіп араласпаймыз мен Алматыға бір өзімнің жобаларыммен жұмысқа келем, кино жұмыстарыммен. Ол күні Тұрсынбекті Алматыда жүрген естідім. Бірақ кездеспейміз. Мен Астанаға ұшып кетем. Былай болады. Мен 2 апта Алматыда болам. 2 апта Алматыда команда 9 деген жасөспірімдер сериал түсірдік. YouTube арнамызда тұр. Сөйтіп жұмыс бітті, ой деп жеңілдеп рахаттан түсірілім бары аяқталды сәтті. Сөйтіп командамызбен Астанаға ұшып келеміз. Астананы жақсы көремін, мен Астананы қатты сағынам. Рахаттанып, өзім ауылыма, үйіме жетіп, енді рахаттанып отқан уақытта SMS келеді, WhatsApp-тан хабарлама келеді, қайнағамнан Тұрсынбек құлап қапты деп. Ана жерде дірілдеп, не болды, не жағдай, түсінбей жатырмын, айтыңызшы анығын. Құлап қапты деп естідік, қазір реанимацияға алып кетті деді. Когда он появляется, таңертең ғана Алматыдан ұшып келген адамын, кешкі сағат 8-ге қайтадан Алматыға билет алдым. Анау Қалқаман деген ауданда осындай аурухана бар деп адресін жазып жіберді. Әлеуметтік желіде шығып жатты. Тұрсынбек Қабатовтың денсаулығына байланысты жаңа Ресейдегі концерті кейінге қалдырылды деп. Анау әуежайдан құрбым қасыма қолдаушы болып бірге келіп, қазір состояние нашар болып тұр, қасында болайын деп дәрімді ішіп жатырмыз. Жаңа өзім басатын 1,5 сағаттық ұшып келгенше уақытым бір ғасырдай болды. Әрең жеттім, жол бойы жылап, еңіреп.